Халқымызда тіл атадан қалған мұра, тіл ұлттың сүйенетін тамыры, сыйынатын тәңірі дегенде сөздер бар. Тіл тәуелсіздіктің тұғыры дегенде нақыл бар. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұлтты күшейтудің бірінші тетігі тіл деген болатын. Тәуелсіз еліміздің саясаты мен тіл саясаты сабақтас. Сондықтан тіл заңы, тіл туралы заң тілді мемлекетте қолдануды реттейді. Тіл заңы мемлекеттің негізгі қолданыс құралы. Әрбір мемлекеттің конституциясында тілді қолданудың жалпы бағыты көрсетіліп, оның қоғамдағы орны мен заңға сәйкес дұрыс қолданылуы қамтамасыз етіледі. Теміртау қаласында жылына 2 мәрте тіл туралы заңның орындалуын тексеруге бағытталған айлық өткізіледі. Қалада қазанның 25 мен қарашаның 25 аралығында көрнекі ақпараттар мен жарнамалар сауаттылығы атты айлық өткізілді. Айлықтың басты мақсаты бұл сыртқы жарнама мен көрнекі ақпаратты орналастырғанда Қазақстан Республикасының тіл туралы жарнама туралы заңдарының талаптарына сәйкес орналастыру, сонымен қатар осы заң бұзушылықтарды анықтап, оларды ретке келтіру болып табылады. Айлықтың барысында арнайы комиссия мүшелері Ақтау кентінен бастап қаламыздың орталық, шығыс, ескі қала мен оң жағалау бөліктерін аралап, көрнекі ақпараттар мен жарнамалардың сауаттылығын тексеріп шықты. Комиссияны қала әкімінің орынбасары Дәурен Есімхан басқарды. Қала әкімінің орынбасары өзі бастап комиссия мүшелерімен бірге шығып, ақпараттар мен жарнамалардың сауаттылығын қарап шықты. Комиссия құрамында қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің, тілдерді дамыту орталығының мамандарымен бірге қалалық мәслихаттың депутаттары, мемлекеттік мекеме қызметкерлері мен тіл жанашырлар болды. Айлықтың мақсаты көрнекі құралдар мен жарнамалар сауаттылығын тексеріп, тіл туралы заңның дұрыс орындалуын, қателіктер болса, жеке кәсіпкерге меншік иесіне айтып түсіндіру, әдістемелік көмектер беру болды. Рейд барысында әрине әлі де қалада кемшіліктері көп, қателермен жазылған, немесе дұрыс жазылмаған, немесе заң бойынша егер заңның талаптарына байланысты, мысалы мемлекеттік тілдегі жазу бірінші сол жағынан, одан кейін орыс тіліндегі жазба оң жағынан, немесе мемлекеттік тілде жоғарыда орыс тілінде төмендегі тұратын жазулардан қате кетіп жатқандар бар. Мысалы жалпы әріптік қателер жіберу деген кішкене азайды, әрине бірінші кездегі тексерулерге қарағанда қазір біршама азайды, дегенмен де кейбір мекемелердің осындай маңдайшалары жарнамалық өздерінің баннерлерінде қателіктер кездесіп жатыр. Айлықтың аясындағы көрнекі ақпараттар мен жарнамалардың сауаттылығын тексеру жұмыстарын комиссия мүшелері Ақтау кентінен бастады. Жалпы комиссия мүшелері айлықтың барысында 213 нысанды қарап шыққан, оның 20-сы Ақтау кентінің нысандары. Осы айлық басталғаннан бері біздің бөлімге әрине өзі жауапкершілігі мол кәсіпкерлер өздері звондап, хабарласып, бізге келіп, өтініштерімен келіп жатыр. Көбісі қазір өзі қыс мезгілі болғандықтан жарнаманы ауыстыруға байланысты, одан кейін қаражаттарына байланысты көбісі жаңағы жарнамада анықталған кемшіліктерді жою бойынша тағы да біз белгіленген мерзімбіз, біз енді барлық субъектілерге 14 күн ішінде осы заң бұзушылықтарды жою керек деген ұсыным хат тапсырған болатынсыз. Солар бойынша бұл кісілер бізге енді кішкене кейінге шегіндірсеңіздер ғой, осы жазға қарай осыны ауыстырсақ деген сондай жазбаша түрде хат жолдап жатыр. Енді 84-тің ішінде 30 шақтысы бүгінгі күні жойылды деп айтуға болады. Бұл 30-ның ішінде 10-ы сол күні алынып тастады. Кемшіліктер анықталған кезде, сол кезде дер кезінде, қалғаны 20-сы, оны қазір өзіміздің жарнама агенттіктеріне барып, өздерінің тапсырыстарын беріп, жаңадан жарнамаларын орналастырып жатыр. 10 шақтысы осындай бізге хатпен шығып, өздеріне тағы да бір уақыт беруге сондай сұраныспен келіп жатыр. Гүлмира Олжабаеваның айтуынша, Ақтау кентіндегі ақпараттар мен жарнамалардың сауаттылығы қалаға қарағанда неғұрлым сауатты көрінеді. Қатері аз, тілде туралы заңның бұзылуы да сирек кездесіпті. Бұл әрине қуанарлық жағдай.
Егер біз Теміртау қаласы мен Ақтау кентін салыстыратын болсақ, әрине Ақтау кентінде сыртқы жарнама мен көрнекі ақпараттар өте аз. Бірақ оған қарамастан көп көрнекі ақпараттар заңға сәйкес рәсімделген. Ол әрине бізді қуантады. Өйткені біз ең бірінші айлық жарияланған күні, ең бірінші біз сол Ақтау кентіне 2 топ болып, 2 машинамен шығып, бүкіл Ақтауды бір 2 сағаттың ішінде қамтып шықтық қой бүкіл Ақтауды. Сонда 20 нысан тексерілді, соның 6-ында ғана кемшіліктер табылды. Енді бүгінгі күні сол 6-ның 3-і жойылды деп нақты біз айта аламыз. Бұл әрине бізді қуантады. Бұл кішкентай жер болғандықтан мүмкін шығар. Мүмкін сол жақтың кісілердің жауапкершіліктеріне байланысты шығар. Теміртау қаласының орталығы мен шығысы, оң және ескі бөліктерін тексеру барысында комиссия мүшелері көптеген қателіктерді тіл туралы заңның бұзылуын анықтаған. Комиссия құрамында қалалық мәслихаттың депутаттары да кәсіпкерлерге заң талаптарының орындалуы тиіс екендігін түсіндірді. Наша работа будет нести разъяснительный характер, где Біздің жүргізіп отырған тексерісіміз тек түсіндіру мақсатын ғана көздейді. Сол мақсатпен жеке, орта, шағын бизнестерді аралап көрнекі ақпараттар мен жарнамалардағы жазулардың сауаттылығын тексеріп көрудеміз. Оның барысында еліміздің тіл туралы заңының бұзылғаны анықталса, оны түзетуге уақыт беріп жатырмыз. Кәсіпкерлер ассоциациясының төрағасы Владимир Быков тіл туралы заңның бұзылуы бойынша кәсіпкерлерге де жеке нысан иелеріне түсіндіріп, оны түзету туралы ұсыныстарын беріп жатқандығын айтады. Ассоциация предпринимателей, со своей стороны, мы, естественно, разъясняем. Біз кәсіпкерлерге түсіндіріп, тілдер туралы заң талабын айттық. Бұл заң талабы, оны бұзуға болмайтындығын түсіндірдік. Жалпы біздің тексеруіндегі мақсатымыз қандай бір шара көру емес, түсіндіру. Кәсіпкерлер бұған түсіністікпен қарады. Олар біздер берген ескертулер бойынша қателерін түзетуде. Комиссия работает. Тіл туралы заң бойынша көрнекі ақпараттар мен жарнамалардағы мемлекеттік тілдегі жазулар жоғарыда және оң жаққа, ал орыс тіліндегі жазулар төменгі сол жаққа орналасуы тиіс. Және екі тілдегі сөздерде бір шрифтпен жазылуы керек. Рейдтік тексеріс барысында көптеген нысандарда жазу тек бір тілде жазылғанның қателіктері жиі кездесіп отырды. в ходе выездных мероприятий были выявлены такие. Тексерудің барысында бірқатар нысандардағы мемлекет тілде жазылған жазуларда қателіктер кездесті. Енді бірқатары тіл туралы заң талабына сай мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жазулар дұрыс орналастырылмаған. Және көптеген нысандарда ақпараттар мен жарнамалар тек бір тілде жазылған. Бұл тіл туралы заңды өрескел бұзу болып табылады. Қалалық прокуратура заңның орындалуын бақылауында ұстайды. Теміртау қаласы прокурорының орынбасары Қанағат Әдетбеков бас прокуратураның тапсырмасы бойынша заңның орындалуын тексеріп отыратындығын айтады. Біздің облыс орталығында да осы тіл мәселесі бойынша көптеген семинарлар өткізілген, сұхбаттар береміз. Өзіміз мемлекеттік тілді қорғауға, соның орындалуына негізгі өзіміздің күшімізді саламыз. Осы заңды орындалмауына байланысты заңда көрсетілген қандай шаралар бар, соның барлығы қолданылады. Нақты айтқанда, мемлекеттік органдардың барлығында, мемлекеттік мекемелерде осы тіл мәселесі бастапқы мәселелердің бірі болып табылады. Қазір Қазақстан Республикасы прокуратура туралы заңына байланысты біздің тексерістерге шығу ол біздің бас прокуратураның келісімімен және басқа да өзіне тән бір қасиеттер бар, нақты тексеріске шығу мәселесін. Сол мәселелер туындаса, онда міндетті түрде тексеріске шығамыз. Тіл елдігіміздің іргетасы, мәдени мұраның үзілмес өзегі. Тәрбие тұғыры деп бекер айтылмаған. Қаладағы көрнекі құралдар мен жарнамалардың сауаттылығы ол тіл туралы заңның бұзылмағаны әрі мәдениетіміздің көрінісі. Сондықтан ақпараттар мен жарнамалардағы өріп жүрген қателер түзетіп, тіл туралы заңды орындау қажет. Ол үшін кәсіпкер ақпараттар мен жарнамаларды мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне тексеріп алулары тиіс. Сонан кейін тиісті құжаттарын әзірлейді. Жалпы қазір
көзқарас бұл жағынан бірінші кездегідей емес, түзелді. Адамдар түсінеді жауапкершілікті, бұл өздерінің тек қана бұл қате болғанда біз үшін бұл қатені табу емес, олардың өздерінің де енді имиджері, бұлардың өздерінің жазып қойғандарының дұрыс, сауатты жазылып тұрғаны енді қалай болса да әркімге байланысты. Сол жаңағы бірінші маңдайша жарнамаларынан бастап білінеді ғой, бұл қандай нысан, қандай қызмет көрсете алады деген, қандай деңгейде. Сондықтан мен ойлаймын, біріншіден ол кісілердің, жалпы ол жаңағы кәсіпкерлердің өздері бастап, өздері сондай талпыныс білдіру керек. Құжаттарын ресімдеу үшін сыртқы жарнама объектісінің орналастыратын тұлға қала аумақтарын абаттандыру қағидаларына сәйкес Теміртау қаласының шаруашылық коммуналдық шаруашылық бөліміне жазбаша өтініш ұсыну қажет. Өтінішке қосымша сыртқы жарнама объектісінің күндізгі және түнгі мерзімдегі суреттері бейнеленген. Сонымен қатар Теміртау қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімімен келісілді, мөрі, қолы қойылған мәтіні тіркелу тиіс. Егер кәсіпкерлер өздерінің сыртқы жарнамаларын орналасқан кезде осындай құжаттары болмаса, ол жарнама, сыртқы жарнама немесе көрнекі ақпарат заңсыз болып табылады. Сондықтан біз о кісілерге әрине тағы да ескертеміз. Бұл осындай құжаттарсыз, рұқсат құжаттарсыз сіздер өздеріңізді сыртқы жарнамаларыңызды немесе көрнекі ақпараттарыңызды орналастыруларыңызға болмайды. Тілге құрмет, елге құрмет дейді. Тіл туралы заңды орындау, елге құрмет көрсету, оның заңына құрмет көрсету деген сөз. Каждый из предпринимателей, он понимает о том, что есть требования закона, которые необходимо исполнять. Әрбір кәсіпкер заңның орындалуына тиіс. Ақпараттар мен жарнамалар заң талабы бойынша екі тілде бір шрифтпен жазылу керек. Кәсіпкерлер біздің ескертпелерімізді түсініксіздікпен қабылдап, бірден түзетіп жатыр. Кейбірі бірден латын жазумен жазатындықтарын айтты. Қалада көрнекі ақпараттар мен жарнамалардың сауаттылығы айлық жылына 2 мәрте өткізіліп келеді. Қаланың мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі мамандарының айтуынша, өткен жылдармен қарағанда айлықтың мән мазмұнын артып келеді. Бұрынғы кезегін қарағанда кәсіпкерлер де бұл мәселеге жауапкершілікпен қарап, қателерді азайтқан. Дегенмен әлі де көзге бірден түсетін қателер кездесуде. Сондықтан әлі де бұл орайда атқарылатын жұмыстар жетерлік. Біздің қазіргі өткізіп жатқан рейд бұл тек қана ұсыныс, ескертпе ретінде өтеді жыл сайынғы. Жалпы бұл жағдайда мысалы заң жүзінде қолданылатын шара, бұл егер осы біздің қаламыздың кез келген тұрғыны осындай бір қателікті көріп, мысалы ол қателіктің көрсетіп, қандай мекемеде қандай қате көрініп тұрғанын толығымен өтініш ретінде жазып, осы қаладағы мәдениет және тілдер бөліміне өтініш ретінде тапсыруына болады. Жалпы осындай қаланың тұрғындарынан келіп түскен өтініштер міндетті түрде қаралады. Соның негізінде ары қарай заң жүзіндегі шаралар қолданылады. Ал қазіргі біздің тек қана жүрген рейдтерімізде бұл ескертпе, әдістемелік көмек. Қала тұрғындары бұл мәселеден тыс қалмай, қателерді көріп жатса, қаланың мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне шағым түсіре алады. Мамандар осының негізінде тексеруге шығады. Құрметті Теміртау қаласының тұрғындары, тіл жанашырлары, егер сіздер осындай заң бұзушылықтарды немесе тіл туралы заңның талаптары бұзылу фактілерін көретін болсаңыздар, анықтайтын болсаңыздар, осындай біздің бөлімге келіп, арыз өтініштеріңізді жазуларыңызға болады. Сол арыздарыңыздың негізінде біз өз жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Әрине бұл кісілерді біз жауапкершілікке тарту бойынша жұмыс ұйымдастырамыз. Олай болса, қаламыз көрікті, жарнамалар мен ақпараттарға сауатты болын, қаласаңыз әрбір теміртаулық белсенді болу керек.